бәріне сәлем достар, сен бүгін мен әдеттігі деп Батыржан және достар, бүгін достар мен қалай айтсам болады бүгін дегенде, достар, мен арнамда бір ай бойы видео шықпады, және де оның да өз себептері бар әдеттегідей. Так, қазір достар сіздерге айтарым, мен бүгін сіздерге видео түсіріп бастадым, және де бірақта бұл видео негізі сіздерге арналмаған. Бүгін бізде қонақта бір адам бар, және де ол адам мен. Мен дегенде қазіргі мен емес, болашақтағы мен, яғни 2034-тегі. Және де дәл қазір сіздер түсінетін боласыздар бүгінгі видеоның мақсаты не екенін. Так, алдымен бірінші біз датасын қойып алайық. Бүгін 2024 8 ай, яғни август, және де бүгін 14-ті. Ровно 10 жылдан кейін мен қайтадан видео түсіремін. Және де менің арнам қалай дамыды. Қазір мен өзім қоям Батыржанға қалай болатын. Батыржан 10 жылдан кейін маған, мен қайттан оған жауап беретін болам, қалай болды. Қазір түсінетін боласыздар, әзірше түсінбейсіздер. Так, ал ендеше бастаймыз. Так, бірінші сұрақ. Батыржан, сенің арнанда неше мың подписчик? Мен ойлаймын, сенің арнанда 300 мың, 400 мың подписчик деп ойлаймын. Және де сен 100 мыңға серебряный кнопканы алдым деп ойлаймын. Так, егер алмасан, онда енді білмеймін. Так, Батыржан, саған екінші сұрақ. Сен қайда тұрасың? Мен ойлаймын, сен қазір Астанада немесе Алматыда тұрасың. Так, сен жасың уже белгілі. Сен қазір 12-десің, 4 айдан кейін 13-ке толам. Ал сен 10 жылдан кейін 22-десің, 23-ке толайын деп атсың, солай. Айтпақшы, және де сен маған ответ қайтаруың керексің 2034-те, түсіндің бе? Және де үшін сұрақ, сенде максимум просмотр қанша? Дәл қазір сенде 25-ің. Мен ойлаймын, сенде 1 миллион, немесе 1,5 миллион. Ал төртінші сұрақ, сенде үйің бар ма, көлігің бар ма? Мен ойлаймын, сенде үйің бар, көлігің тоже бар деп ойлаймын. Ал достар, бізде 5-ші сұрақ. Батыржан, сенің өзіңнің жеке шығарған өлеңің бар ма? Мен ойлаймын, сен шығардың. Себебі мен ойлаймын, сен 10 жылдыққа қарсы шығардың деп. Осылай. Ал достар, енді 6-ші сұрақ. Батыржан, сен үйлендің бе? Мен ойлаймын, сен әлі үйленбедің, немесе үйлендің. Бұны енді мен вообще білмеймін. Ал достар, бізде осымен сұрақтар бітті. Бірақ достар, енді біз Батыржанды талдайтын боламыз, Так, бірінші бұлай талдайық. Батыржанда біз жаңа айттық 300 мың, 400 мың подписчик болады деп. Кейбірлер айту мүмкін бұл аз деп. Сондықтан примерно битик. 2034-ке шейін менде 700 мың подписчик болады деп ойлаймын. Почти лям, лям емес. Так, ал енді достар, видео саны. Мен видео саным примерно 1000 деп ойлаймын, немесе 1000-нан көп, осылай. Так, ал енді бізде примерно минималдық просмотр. Примерно ода 700-400 мың подписчик болса, минималдық просмотр 300-100 мың сондай, осылай деп ойлаймын. Так, достар, енді біз ең бірінші каналымыздың несін, анализін бірінші сақтап қалайық. Так, Батыржан, дәл қазір сенде 569 ба, 70 ба, сондай подписчик. Және де сенің максимум просмотрын 25 мың, 62 видео, мен 63. Және де, тағы не қалды? Вроде осымен болды. Айтпақшы, сенің аванды, осы видеоны сыртынан көресің. Так, енді достар, оның бізге өз достарын айту ғана қалды. Сенің қасында қазір мен ойлаймын, достарын по-любому бар деп видео түсіріп атқан кезде, немесе жоқ. Көбінесе ойлаймын, что бар. Және де сенің қандай достарың бар қазір, оны да білмеймін. Так, достар, енді бізде тағы не қалды? Вроде уже біз біраз нәрсені айтып тастадық, бәрін. Так, достар, бізде айтпақшы талқыланбаған бір сұрақ бар. Ол бізде мен әлі де YouTube бойды, әлі де Minecraft түсірем ба? Осы. Мен ойлаймын, что түсірем. Так, вроде бүкіл осымен бітті,
Ал достар, сіздермен бүгін болған мен Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар. Айтпақшы достар, менің арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Так, сіздер бұны көрмедіңіздер.